Алла тағала сәтті сапар берсін иншалла. Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналымның көрермендері, сіздермен бірге Айсұлу Нұридин қызы. Бүгінгі шығарылымда біз сізбен бірге Абу-Даби қаласындағы Абу Заид мешітіне сапар шегетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар, алдағы уақытта сіздерге Абу Заид мешітінің әдемілігі мен сұлулығын көрсететін боламыз. Біз қазір Сауд Арабиясына ұшып бара жатырмыз. Бізді алда әлі Мекке, Мадина қалалары күтіп тұр. Ең алдымен Абу-Даби қаласына қонып, осы Абу Заид мешітіне баратын боламыз. Ал мен осы видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Біз бұл сапарға 8 кісі болып шыққан болатынбыз. Біз өзіміз 2 баламен шықтық. Және Түркістан қаласынан Абу-Дабиға дейін біз 26 000 теңгеге билет алған болатынбыз. Бұл видеода мен сіздерге толығырақ қанша теңге кетті және лайфхактармен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бұл видеода біз Абу-Даби қаласындағы Абу Заид мешітіне сапар шегеміз. Және алда бізді Мекке, Мадина қалалары күтіп тұр. Алдағы видеоларымда мен сіздерге міндетті түрде Мекке, Мадина қалаларына қалай арзан жолмен баруға болады, сол туралы толығырақ айтатын боламын. Және осы Абу-Даби қаласында бізге барып келуге қанша теңге кетті, тамақтарға қанша теңге кетті, және де лайфхактармен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, өйткені алдағы уақытта бұдан да қызықты сапар бізді күтіп тұр. Абу-Дабиге сапарымыздың алғашқы қадамы осы Абу-Дабидің үлкен әуежайынан басталды. Әуежай өте заманауи және барлық жағдай жасалынған. Абу-Дабидің аэропорты әлемдегі ең үлкен аэропорттардың бірі. Ішінде адасып қалуыңыз мүмкін. Өте үлкен және де барлық жағдай жасалынған. Көріп тұрғандарыңыздай Абу-Дабидің аэропорты өте үлкен және әдемі етіп салынған. Ал енді біз мешітке қарай жол аламыз. Ең алдымен осындай жабық киімдерімізді киіп алдық. Мешітке барарда міндетті түрде әйел кісілер бастарына орамал және жабық киімдерін кию керек. Киіміңіз сондай ұзын және орысша түрде айтқанда прозрачный болмау керек. Біз дайынбыз, ал енді мешітке қарай жол алдық. Мешітке таксимен баратын боламыз. Шамамен 20-25 минутта жетіп алуға болады. Біз аэропорттан мешітке дейін таксимен бардық. Такси шамамен 70 дирхам алды. Бұл 9 000 теңгедей. Ұшақ. Ал, бісміллә. Абу Заид мешітіне біз бір жаттық. Wi-Fi. Есть Wi-Fi.
Абу Заид мешітіне қош келдік ал. Wi-Fi ne kadar ne var böyle? Yeah, ay yok. Taksiler aldan mı taksiler? Неке қазір Абу Заид мешітіне келдік. Неке қазір Абу Заид мешітіне келдік. Что өте әдемі. Мешітке кіру үшін ең алдымен осы бір нысанның ішіне кіріп, жер асты жолымен баруды шештік. Мешітке кіру тегін. Алдымен осындай нысанның ішіне кіреміз, және де лифтпен төменге қарай түсетін боламыз. Мешітке кіру үшін ең алдымен осы бір нысанның ішіне кіріп, жер асты жолымен баруды шештік. Мешітке кіру тегін. Алдымен осындай нысанның ішіне кіреміз, және де лифтпен төменге қарай түсетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай араб елі өте бір дамыған елдердің бірі. Өзіме жалпы араб елдері өте қатты ұнайды. Өйткені барлық жағдай жасалынған, сондай бір заманауи, керемет десем де болады. Көріп тұрғандарыңыздай нысанның іші осындай. Бұл бірінші қабат. Төменде тағы да қабаттар бар негізі. Өте керемет қылып істелінген. Ішінде тамақтану орындары, магазиндер, киім сататын магазиндер және балаларға арналған орындар көп екен. Алдымен QR кодтармен тіркеліп алу керек. Біз қазір сол жаққа қарай кетіп бара жатырмыз. Тамақтанатын жерлер. Мешітке кіру үшін осы жерге келіп тіркеліп алуыңыз керек, және QR код сізге беретін болады. Кіру үшін QR код қолданылады. Абу Заид мешітіне кіру үшін осындай QR кодпен тіркелу керек екен. Мінекей біз тіркеліп алдық, енді мешітке қарай жол аламыз, бірақ та біз алдымен тамақтанып алуды шештік. Бургер Кингді бұл жақтан да көре аласыздар. Бургер Кинг, көптеген негізі біздегі маркалар кездеседі бұл жақта. Тамақтануға осындай тапжан сияқты әдемі жерге келдік. Қазір тамақ ішетін боламыз. Тамақтанып алғымыз келіп, осындай бір арабтардың тапжандарына келдік. Арабтардың ұлттық тамақтары екен бұл жер. Өте керемет, атмосферасы керемет жерге келдік. Қазір тамақ ішетін боламыз. Екшейіп түсіп ереген келді. Сол жайы бар ереген. Бұлардан ереген келді. Дастархандар жайып жатыр, күштіген. Негізі Пакистан елі жайы. Арабтар бізге осындай бір көже сияқты өздерінің тамақтарын беріп жатыр. Бұл хадия дейді. Яғни осындай қонақжайлығын көрсетіп жатыр. Тамақ алып келіп жатырмыз. О, машалла. Thank you. Yeah, welcome. Vegetable biryani. Vegetable biryani. Okay. The red one, chili tomato, yogurt. Okay. 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 Yogurt, yeah. Tomato sauce. Соус, окей. Ал, бисмилля, ал тамақтан алып көріңіздер. Біз арабтардың осындай бір пловна заказ берген болатынбыз. Бұл плов вегетариандарға арналған плов екен. Ішінде еті жоқ екен. Біз ет бар деп ойлап қалғанбыз. Жарайды, ештеңе етпейді, бірақ та кішкене ашшылау болды.
бірақ та арабтарды өздерінің тамақтары барлығы ащы болады. Байқаған болсаңыздар, Арабияға келіп жатсаңыздар, тамақтарды байқап жеңіздер. Бұлардың арабтар жалпы ащы тамақтарды өте көп дайындайды және өздері жақсы көреді. Ал мешітке кіріп бара жатырмыз. Иншалла осылай. Мешітке кірерде қыздар келетін болсаңыздар, прозрачный киім кимеңіздер. Прозрачный киім кисеңіздер және шаштарыңыз көрінсе болмайды екен. Өте қатаң тәртіп. Киіміміз ұзын болу керек. Жоқ, кіре беріңіз. Сосын қоясыз ба? Мешітке бару үшін, жету үшін осындай жер асты жолымен барылады. Біраз уақыт жүріледі. Көріп тұрғандарыңыздай өте үлкен және әдемі етіп салынған. Жаяу жүріп барсаңыз да болады, немесе арнайы машиналар да бар, алып барып тастайтын. Және де мешітке апарар жолда керемет магазиндар да өте көп. Осындай сувенирлер, подаркалар және де азық-түліктер өте көп. Жалпы өте әдемі, өзіме қатты ұнады. Абу Заид мешітіне. Абу Заид мешітіне келдік. Машалла, ауа күшті. Керемет болып тұр. Кетіп жүр. Алдында осындай фонтан сияқты. Кетіп жүр. Кетіп жүр. Мешіттің іші. Вау, керемет енді. Машалла. Мистер Уоменсто. Бұл көріп тұрғандарыңыздай Шейх Заид мешіті Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Абу-Даби қаласының мақтанышы. Бұл әлемдегі ең үлкен әрі ең әдемі мешіттердің бірі, және ол ислам әлеміндегі маңызды рухани және мәдени орталық ретінде танылған. Шейх Заид мешіті Біріккен Араб Әмірліктерінің негізін қалаушы Шейх Заид бин Султан Әл-Нахаяның құрметіне салынған. Оның құрылысы 1996 жылы басталып, 2007 жылы аяқталған. Мешіт осындай ақ мәрмәр тастармен қапталған және 170-ге жуық күмбездері бар. Ал мынау кешкі уақыттағы мешіттің көрінісі, кешкі уақытта одан да әдемілігі аса түседі. Келетін болсаңыздар, кешке қарай келсеңіздер, ауа райы да жақсы болады. Іші де түнгі кезде осындай әдемі көрінеді. Абу Заид мешітіне міндетті түрде келіңіздер. Және ішінде 5 уақыт намаз оқуға арналған намазханалар да бар. Бұл жерде негізі видеоға түсіруге болмайды, видеоға және фотоға. Бірақ сіздер үшін осы YouTube каналыма арнап түсіріп алған болатынмын. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта Мекке және Мәдина қалаларына сапар шегетін боламыз. Қош сау болыңыздар.